Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін дәмі ерекше болып шығатын огурциден жасалған икра дайындаймыз, яғни қиярдан жасалған икра. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, каналдың дамуына үлес қоса отырыңыздар. Мінекей, бізге ең алдымен қажет болады 2 килограмм қызанағымыз, 2 бас пиязымыз және де орта көлемдегі 4 сәбізіміз, 1 килограмм огурцымыз, 1 килограмм тәтті бұрыш, яғни қызыл бұрышымыз. Қара бұрыштың майда түрін қолдандым және де 6% уксусты пайдаланамын. Одан кейін тісше сарымсағымыз және де 1 тал ащы бұрышымыз, татымына қарай қантымыз бен тұзымызды қолданатын боламыз. Қуыру үшін май қажет бізге. Және де ең алдымен пияздарымызды 4 бұрышты етіп майдалап турап алатын боламыз. Мінекей достар, дәл осылай видеодағылай турап алыңыздар. Енді кезекте сәбізімізді ет тартқыштың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Дәл солай огурцымызды да өткізіп алатын боламыз. Дәл осылай достар, барлық қоспаларымызды өткізіп аламыз. Мына жерде огурцидың керек емес суын төгіп тастайсыздар. Ащы бұрыш пен қызыл бұрышымды помидорымның үстіне өткізіп алдым. Мінекей достар, қызып тұрған қазанымызға пиязымызды қуырып аламыз. Оның үстіне сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді кезекте суын төгіп тастап, огурцымызды салып қуырып алатын боламыз тағы да. Достар, жаңа видеода айтамын деп сіздерге, яғни көрсетемін деп ұмытып кеткен екенмін. Дәл осы жерде мен 2 ас қасық томат салдым. Светін әдемі қылады және де дәмі де ерекше болып шығады. Томатымызды да жақсылап қуырып алып, оның үстінен тәтті бұрышымызды салатын боламыз. Мінекей, тәтті бұрышымызды да жақсылап қуырып алатын боламыз. Оның үстінен ет тартқыштан өткізілген помидорымызды, қызыл бұрышымызды, чесногымызды барлығын салып аламыз. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып қайнауын күтетін боламыз. Мінекей достар, менде қайнап шықты. Енді кезекте біраз қасық 6% уксусымды қолданатын боламын. Оның үстінен қантымды 2 ас қасық, 1,5 ас қасық тұзымды салып алдым. Және де майда қара бұрышымды да салып алдым. Сіздер өз қалауларыңызша қара түйіршіктелген қара бұрыш қоссаңыздар да, лавр жапырағын қолдансаңыздар да болады. Мен бұл жерде ол заттарды қажет емес деп санадым. Дәл осы құрамдармен де бұл салат тіпті ерекше болып шығады екен. Дәмі де өте дәмді. Мінекей достар, барлығын салып араластырып 40 минутқа қайнатып алатын боламыз жай отта. Мінекей достар, икрамыз қоюланып, дәмі ерекше болып шықты. Менің икрам дайын. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Мінекей, светі де, дәмі де тіпті ерекше. Жасап көріңіздер. Достар, алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Сау болыңыздар.